Сонша неге қатты өзіңе қарай мені тарттың. Арадағы сезім пайда болып қайта үзілгенде қайтып боламайсың сол сәтті, қайтып боламайсың сол жерге. Айтшы маған кімге керек сонша қиналғаным. Қайтып боламайсың сол жерге. Айтшы маған кімге керек сонша Охо. Екеуің теңіздегі қосақ құдай жарасып қапсыңдар ғой. Не болды сонша? Артқа жалт қарадыңдар ғой. Сен ойлағандай нәрсе емес, Мадина. Ақталатындай дүние емес. Мейлі. Дайындығың қалай болып жатыр, сезім? Көріп тұрғандай. Жарайды, онда залда сендерге қалдырдың. Жақсы, сезім. До конца шығарып салмадың ба? Қойшы, Мадина бірдеңе бастамай. Жоға? Мен емес, сен ғой бастап тұрған. Жоламаш дедім ғой саған сол қызға. Ешкім жолап жүрген жоқ қасыма. Сонда араларындағы 8 сантиметр алыс па? Қойшы, Мадина, мен дайындалуға келдім. Кел онда бірге дайындалайық. Все, дайындалғым келмей қалды уже. Айтпақшы. Сезім кетіп қалды ғой. Қумаш, Мадина. Кел онда дайындалсақ дайындалайық. Тыңдашы мені сен. Қыздар осындасынар ма? Сендерге бірдеңе айтайын ма? Ханем датым бар дейін дейттің ғой. Айта берсек өзіміз ғой. Соны айтам, не болды? Не ғой, салтанатқа қат сені үйірмекші, я. Жай ма? Неге? Ол өткенде айтқан тұғын, көп жүкір алмайым деп па, дәрігер солай айтты деп па. Бірақ енді біз үшін до конца барар, я? Сонда бізді заменде ешкім жоқ па, не? Қыздар, бізге жарыстан бұрын адамның денсаулығы маңызды ғой. Бір мәнісі болар, бір игрок табармыз. Жарайды, кеттім мен ағайға салтанаттың проблемасымен сөйлесіп қайтайын. Бірақ мен айта деме қойшы. Жоға, нем бар айтып? Мадина, сен ештеңе жемейсің ба? Жоқ. Диета ма? Жоқ, папа. Папа дегенде ол. Папасы деген. Папасы не қатысы бар? Бақа, қойшы бұл тупит ете бермей. Болды, жігіттер. Бүгіннен бастап не только мен, сендер де папада боласыңдар. Біздің оған не қатысымыз бар? Мына тамақтануларың болмайды енді. 18 ғасырдың батырлары ұқсап опырып атсыңдар ғой. Енді бізде ата-бабаларымызға ұқсағымыз ғой. Ата-бабаларың бұндай тамақ жеу үшін іс бітірген. А сендер не бітірдіңдер? В общем, жарыс бітем дегенше сендер мен айтқанды тыңдайсыңдар. Содан кейін қазанның астына барып көрпе салып аласыңдар ма? Это уже не мои проблемы. Қандай қазан? Октябрь омайо. Қыздар, мен сендерге бір мәселемен келіп тұр едім. Айта бер. Не болды? Бүгіннен бастап мен сендердің командаларында боламын. Как раз сендерге заманға адам керек емес пе? Ербол, сен Макстың командасында емессің ба? Жоқ, енді сен келсең, сен командада боламын. Осы Макс сен әдейі жіберген жоқ па? Жоқ, қумаш. Макстың командасына тек қана қыздар. Немене? Олар Мадина екеуі бір-бірімен келісіп, Макс составын Мадинаға, Мадина составын Макске берді. Ал мен Мадинаға қосылуға келіспедім. Рахмет. Енді не істейміз? Не істеген нес? 2 есе көп тренировка жасаймыз. Ербол, қош келдің командаға. Кеттік жүгіріп кетейік. Мен ертеңнен бастайын да, бүгін киімдерім. Ертеңі бітпейді. Тұсалды ма? Сендердің тренировкалар жақсы екен. Біздің балалар неғде контракт жатыр ғой. Ербол, көп сөйлемей жүр. Кет. Макс, мен тырнағымыздың атын болды. Қайтайықшы. Майра, біріншіден мен болды демеше ешқайсысын қайтпайсыңдар. Екіншіден Макс емес, Макс. Байғыз, кеше ғана маникюр істетіп еді. Қыздар, жарыс бітем дегенше салон деген ұмытып отырыңдаршы. Бомжиха боламыз десе. Онсыз осындар ғой. Ау не дейсің, Макс? Ештеңе, болыңдаршы дейсіз, дайындалайық. Колхозницаларымыз келіп қалды. Сендер не жоғалтыңдар бұл жерде? Спорт залды сатып алдың ба? Допустим, сатып алдық. Не істей аласыңдар? Макс, біз тренировка жасап алсақ. Біз дайындалып жатырмыз ғой, көрмей тұрсыңдар ма? Сен не ақ дайындық туралы айтпаш? Қыздар, бұл тренировка аяқталды. Біз бітпеді қой әлі, Макс. Қыздар, тез, бұл зал бәрімізге ортақ. Рахмет. Қыздар, Ереке, кеттік тренировкаға кірсек.
Ереке ма бұл кісі? Иә, әрине, ерекем десем де болады. Қолдауышым ғой менің. Жарайды, кедергі болмайық біз. Жөнер қыздар. Короче, Макс солай бізді қайтарып жібере салды. Немене? В общем, біз айтты деме, шынымен де сондай болды. Иә, Мадина жаңа Сезім екеуі іште бірге алып кеткен. Прикинь. Иә, Мадина сен Максын өзгерейін депті. Макс емес, Макс деп дұрыстап айтшы. Басында өзінше болып қинап тренировка жасатып жатқан. Ой, бәле болды сол Сезімше негіз. Сосын Мадина Сезімнің командасында Ером жүр. Білем, маған сөз салып мен жоқ дегеннен кейін маған ерекскендегі түрі ғой. Мадина, негізіше сені Максыңнан сол Ером әлде қайда жақсы сияқты. Енді олай шілей мен Сезімме дейін араласпайтын шығарсыңдар. Өзім біле шығам хотя бы оны. Мә, Ербол неге олай еттігін? Қуады екен ғой базар жоқ. Басқа Ерболдан ондай күтпедімше, сен ше, братан, Ерболдан ондай тіл күттің ба? Арман, сауып кеш бар. Бақа, братан, барып алып білесің ба? Жоқ әлде өзім, жарайды, өзім барып алып білейін. В общем, қана Ерболмен сөйлесіңдер. Бот, сөйлесіп тұрмыз ғой. Менде нөмір бар, звондайсыңдар ма? Не қыламыз оңма мен? Сөйлесін бетіңдер ғой. Бізге сабыр бере көр. Болмаса тупой сұрақ қоя беретін Бақаға бере көр. Бақы, сен неге осындайсың айтшы? Шынымен солай істейсің ба әлде? Қандай? Анандай. Қандай ол? Бақа, өтініш тупой сұрақ қоя бермейші. Сезімнің группасына негізі осыны жүгіру керек еді. Айшам ол жаққа? Серьезно сұраттым ғой, ё-моё. Онда серьезно айтайын, тупой екенсің. Жігіттер, қарны ашып кетті, бірдеңе жеп алайық. Иә. Бірақ Мадина пф деді ғой. Ей, снес құрсын кеттік. Иә. Жаңа Ерболмен сөйлесіп тұрсыңдар. Болды, қараша. Қақта негізі ол. Алдыңызға кетіп бар. Не жақта жүр екен, колхозницалар. О, қалайсыңдар? Ер жүрек батырларың қайда? Кімді айтып атсың? Сезімнің ухажорын, конечно. Басқа кім? Макс па? Максты ухажорларын қатарына қоспа. Оны есіңе де алушы ма, түсінім ба? Кереге де сенің Максың бізге. Қыздар, кеттік. Болмайтын адам үшін олай миларында ашытпаңдар. Ой, құлап қал. Мінезің сонша неге қатты, өзіңе қарай мені тарттың. Арадағы сезім пайда болып қайта үзілгенде қайтып боламайсың сол сәтті, қайтып боламайсың сол жерге. Айтшы маған кімге керек сонша қиналғаным. Қайтып боламайсың сол жерге. Айтшы маған кімге керек сонша қиналғаным. Шынайы ма, сезімдер шынайы ма? Айтасың маған жарық сөнгенде. Түнде жаным жақындасам, сезімнің оты жарқырайды. Неге сезім тәтті, оны несін жасырам, келемін. Түнде жаным жақындасам, сезімнің оты жарқырайды. Неге сезім тәтті, оны несін жасырам, келемін. Стай алмадым сені кеше, өзіңде ауаға құстай ұштың неге? Ойымнан суырғандай, ауыстырмай естен тек қуыстан. Не деген айқай қуыстан, айта бер менде туысқа. Кешегі күнім ойыңда кешегі күнім. Бүгінгі миыңда кешегі күнім. Herkes boyunda, неге сен ұмытпайсың бұны бәрін мойында. Ай, Ером, мен жеңуге дайындалып жатсың ба? Не болды сонша ұркып? Әлде мені күтпедің ба? Иә, сегіз ұқсап қаттан шықтым. Иә? Айтпақшы, Ером, неге мен емес сезім таңдадың? Әлде менің саған деген сезім болмаған соң ерексіп жатсың ба? Мадина, өтініш, өткенді қозғамайықшы. Неге? Қозғайық. Неге мен емес сезім таңдадың дейм? Жай, просто сен тек зрение жар. Түсінбедің? Түсінбейтін несі бар? Жай зрение жар. Ером,
ертеңнен бастап менің командамда болатын бол. Түсіндің? Ой, кетші, маған бұйыратын сен кімсің? Ешкім. Енді ешкім. Жарайды, өзің білесің енді. Әзіл ғой бәрі. Кел, жекпе-жек 20 очкоға дейін. Келгенге рахмет. Неге шақырдың? Біздің бірге уақыт өткізген жер ғой. Оны білем, неге шақырдың дей мені? Бірге жүрген кезіміз еске түсті, сосын шақырдым. Есіңе түскенде шақыра салатын адам болдың ба енді? Жоқ олай демеші. Мен кешірім сұрауға шақырдым. Мен сені әлдеқайда кешіргем. Олай кешірім сұраудың қажеті жоқ. Сен маған әлі ренжілесің. Сен жасаған тіліктерінен кейін қалай ренжімей жүрейін? Сезім. Мен мазалай берме енді. Сезім. Сезім. Молодец. Бұрын неге ұтылады десем, мен жақсы көргеннен ұтылады екенсің ғой. Мен сені жақсы көрген жоқпын. Мейлі, мен главный дұрыстан да жасаппын. Может, дұрыстан да жасадым. Еролым, мені әлі ұнатады екенсің ғой. Неге өз-өзіңді алдап жүрсің? Қызым, сен әлі бөлмеңнен шықпағатсың ба? Не қып отырсың? Жүр шай ішеміз. Қазір, мам. Қызым, не болды? Сенде бәрі жақсы ма? Нормально емес сияқты, не болды? Жылағансың ба не? Жоқ, мам, жаңа пияз турағам ғой. Пияз? Қайдағы пияз, қызым? Тамақты мен жасадым ғой. Ой, ештеңке, мама. Айта ғой енді, қызым. Не болды саған? Менен еш нәрсе жасыра алмайсың. Жарайды, жүріңіз, мам. Шай ішіп, әңгімелесейік. Шай ішейік. Darkness,